тыңдаушылар, міне бүгін біз Абай Құнанбайұлының 105 жылдық мерейтойы қарсаңында ауылдық кітапханада жақсы поэзия кеші өтті. Кеш өз мәнінде өтті деп ойлаймыз енді. Мына былтырғы жылдан бері Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы аталып өтіп, уже басталып та кетті. Биыл білесіңдер, Қасым-Жомарт Тоқаев, мысалы президентіміз өз 9 қаңтарда өз мақаласын жариялады. Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан деген. Сол мақалада Абай биыл 175 жылдық мерейтойын кең көлемде, бәленбай 500-ге жуық іс-шара өту керек мемлекетімізде. Біз Абай шығармашылығын дәріптеуіміз керек, насихаттауымыз керек, бүкіл әлемге танытуымыз керек деп жатыр Абайды. Ахмет Байтұрсынов Абайдың шығармашылығын жоғары бағалап, Абайды ұлы ақын деп айтып кеткен балалар, білесіңдер ғой? Жоғары бағалаған. Осы енді Абайдың шығармашылығын біз насихаттап, дәріптеуіміз керек, бағалауымыз керек, құрметтеуіміз керек. Сол үшін де осы Абай шығармаларын, еңбектерін оқуға сендерді шақырамыз. Жақсы кеш өтті деп ойлаймыз.